Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Біздер 22 желтоқсан күні предварительный планды бекіттік. Енді біздер услуг связи, телефон және подвоз, услуга охранаға конкурс ойнататын боламыз. Мына жерде қарасаңыздар, кеше мен услуга автобусы с водителем соны ойнатып жүрдім, статусы опубликован болып тұр. Енді услуг телефон связи ойнататын болам. Екеуі бірдей, яғни автобусіне, связіне бәрі бірдей ойнату жолдары. Ең алдымен осы годовой планға кіресіздерді, сол пункт планын тауып алып, мына жерде создать заявку на покупку батырмасын басасыздар. И сол кезде осы жерде сіздерде вкладка шығады. Егер өздеріңіз ойнататын болсаңыздар, өздеріңізді мекемеңізді таңдайсыздар. Ал егер бір мемлекеттік сатып алуының ұйымдастырған бір ойнатулар болса, сол мекемені таңдайсыздар. Әзірге біз өзіміз ойнатуды жолын көрсететін болам. Услуг связиді басып, создать заявку на покупку батырмасын басып, өзіңіз мекемеңізді таңдайсыз. И сол кезде мына жерге статусы заявка болып тұрады. Мен қазір жартылай создавать етіп қойдым, сосын проект лоты болып тұр. Заявка болып тұрады. Заявка болғаннан кейін создать объявление батырмасын басып, способ проведения закупки открытый конкурс таңдайсыздар. Тип закупки первая закупка, услуга телефон байланыс қызметі қазақша, услуги телефонной связи орысша жазасыздар. Мына жерге услуг связиге галочка қойып, далее батырмасын басасыздар. Содан кейін доступный лотқа галочка қойып, келесі батырмаға басасыздар, добавитке. Содан кейін далее басасыздар, добавленный лоты. Сол жерге де галочка батырмасын басып, далее батырмасын басасыздар. Бұл жерде мен мекеме көрініп тұрғаннан скривать етіп қояйын. Содан кейін дальше сохранить и далее батырмасын басасыздар. Срок действия заявки 60 күн деп қоясыздар. Фио представителя директор таңдайсыздар. Ана жерге приказың датасы және номерін жазасыздар. Яғни осы конкурс ойнатылсын деген директор приказ шығарады. Комиссия құрамы бекітілсін деп. Содан кейін сол жақта қарасаңыздар, организатор и заказчик деген кезде сіздің мекемеңіз екі рет тұрады. Сол екеуіне де басып, заполнение қылғаннан кейін далее батырмасын басасыздар. Сохранить және далее батырмасын басасыз. Содан кейін сіздер жалпы мына конкурс ойнатқан кезде секретармен кіресіздер. Жаңа приказ бойынша кім секретар, соның кілтімен кіресіздер. Мен оны айтуды ұмытып кетіппін. Сол кезде секретар мына жерде автоматом тұрады. Бұл жерден өзгертілмейді. Секретардың кілтімен осы объявление бересіздер. Председательге директор таңдайсыздар. Мына жерге поиск басып, поиск по моим организация дегенге бассаңыздар, сол өзіңіздің организациядағы комиссия мүшелері шығады. Председательге директор таңдайсыз, член комиссия. Осы жерге 4 член комиссия таңдайсыз, председательмен 5 болады. Яғни тақсан болу керек. Бәрін таңдап болғаннан кейін келесі далее батырмасын басасыздар. Егер де сіздер член комиссия добавить етілмей тұрса, міне астында мына жерде добавить член комиссия деген бар. Соған басып, ішіне поиск моей организации деген галочка қойып, сөйтіп тауып аласыздар. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Содан далее батырмасын басамыз. Мына конкурсный документация, проект, электронный договор бәріне осы жерге қол қойып жібересіздер. Егер сіздер категория сұрайтын болсаңыздар, второй категория, первый категорияма осы жерден кіріп таңдайсыздар. Сіз сұрап аласыз ғой, қандай лицензия требует ету керек деп. Сол кезде наименование жазсаңыздар, өзі шығады, соны добавить етесіздер. Егер сіздер мына жерге приложение 8 квалификацияның требованияға лицензия сұрайтын болсаңыздар, осы жерге тіркеулеріңіз керек бірінші. Сосын бар квалификация толтырасыздар. Себебі ошибка келіп, сформировать етілмей қалады. Ал егер категория лицензия сұрамайтын болсаңыздар, онда ешқандай қиындық жоқ, дәл осылай өте бересіздер. Ал лицензия сұрайтын болсаңыздар, лицензия мына жерге добавить етіп барып, приложение 8-ге көшесіздер. Мына жерге добавить деп басасыздар.
наличие разрешения уведомления на оказание услуг. Осы жерге лицензия. Первый категория, второй категория жаңағы добавить еткен лицензияларыңызды қайтадан добавить етесіздер. Егер лицензия сұрамайтын болсаңыздар, келесі материальный ресурсқа өтесіздер. Сөйтіп материальный ресурс, трудовой ресурс, подвоз бойынша услуг связи осы жерге жазасыздар. Егер жазбайтын болсаңыздар, осы пустой қалдырасыздар. Содан кейін сформировать батырмасы шығады, оны көрсететін боламын. Пока что мен аны толтырып алайын. Енді ол самал құпия болады. Себебі мекеменің аты жазылған. Егер жаңада лицензия сұрайтын болсаңыздар, доступный первый категория кіресіздерде доступный лицензияға осындай атын жазып поиск бассаңыздар, осындай астына шығады. Соны добавить етіп, добавить отмеченные лицензии деп басасыздар. Сол кезде міне добавленный лицензия 2 болып шықты. Міне вернуться назад. Міне біздер яғни так первый категорияға мына жерге біз галочка қойып қоямыз. Сосын мына приложение квалификацияға осы жерге жазамыз қазір. Первый категория осы жерге де добавить етіп қоясыздар. Осы жерге екеуін добавить етіп қоясыздар. Болғаннан кейін далее батырмасын басамыз. Так, мына жерде конкурстық документацияға қол қойып, договордың ішіне реттеп, оған қол қойып, приложение бірге қол қойып, содан кейін категория сұраған болсаңыздар, категорияның ішін добавить етіп, мына жерге галочка қойып, егер категория сұрамаған болсаңыздар, онда керек емес. Сосын приложение 8-дің ішіне кіріп, категория салған болсаңыздар, категорияны салып, салмаған болсаңыз, ол жер пустой болады. Материальный ресурс, трудовой ресурс, және опыт работы бәрін жазып болғанда сформировать етіп, подписать еткеннен кейін осылай келесіздер, жаңағы мына жерге галочка батырмасын. Так, бұл жерге галочка батырмасы басылмай тұр. Текст спецификацияның бәрін толтырып болғаннан кейін, текст спецификация қараңыздар, қазақша, орысша жазып болғаннан кейін далее батырмасын басамыз. Так, осы жерге күнін жазамыз. Мысалға, так, 25-ті. Вот, 28. И на так. Январь 5-те шығып қалатын сияқты. Осылай басып, опубликовать батырмасын басып жібересіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Комментарий жаз, хат жаз, хабарласып тұрыңыздар.